Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай дәмді, жұп-жұмсақ, ауызда еритін молочная девочка пирожныйларын дайындайтын боламыз. Бұл пирожныйымызға керек заттарымыз: жұмыртқа, ұн, разрыхитель, бір банка сгущенка және ерітілген сары май. Алдымен құрғақ заттарымызды араластырып аламыз, яғни ұнымыз бен разрыхителімізді. Сонан соң жұмыртқамызға сгущенкамызды саламыз. Сонан соң ерітілген сары майымызды саламыз. Енді осы массамызды бір келкі масы болғанша араластырамыз да, ұнымызды ситадан өткізіп салатын боламыз. Ситадан өткізгеннің пайдасы өте көп. Қамырымыз үлпілдек қамыр болады. Ұнымызды жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі болу керек, түйіршік қалмайтындай етіп араластырып алып. Осындай қамыр шықты. Ал енді осы қамырымызды екіге бөліп аламыз. Алдымен пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз 180 градуста. Осылай 4-5 көлемге келтіріп жайып алып, 180 градуста пісіріп аламыз. Ал енді кремімізді дайындауға кірісеміз. Кремімізге бізге творожный сыр, сахарный пудра, сливки керек болады. Алдымен сахарный пудрамыз бен творожный сырымызды жақсылап араластырып аламыз. Түйіршік қалмауы керек. Араластырып болғаннан кейін сливкимізді жақсылап араластырып жіберіп, өлшеп құятын боламыз. Описанияға қалдырып кетемін мөлшердің бәрін. Бұл жерден қарап, сап көрсеңіздер болады. Сливкимізді құйып, жақсылап араластырып, қою крем болғанша араластырамыз. Осындай жұп-жұмсақ қою крем болады. Енді осы кремімізді екі қоржынымыздың арасына жағатын боламыз. Астыңғы бөлігін қойып алып, сонан соң оған креміміздің көп бөлігін салып, бұл арасы болғандықтан, екі қоржын арасы болғандықтан көбірек кремін салып, 2-3 қасықтай кремін қалдырып қалғанын бәрін арасына жағамыз. Осылай тегістеп жағып шығамыз да. Сонан соң екінші қоржын қойып, бетіне қалған кремімізді тегістеп жағып шығамыз да, тоңазытқышқа 5-6 сағатқа жіберетін боламыз. Осындай бөліктерге бөліп, 24 бөлікке бөлінді. Қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Мен осылай шоколад құйып әрледім. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.